Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын кеспе көже тағамның рецептісін ұсынамын. Кеспенің қалай жасалуы және де қалай кесілуі барлық қыр-сырларын айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді, қоңыраушаны басып қойуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге майдалап туралған ет, менде сиыр еті, картошка, сәбіз, помидор, пияз қажет болады. Ыдысымызға кішкене майымызды құйып қыздырып алғаннан кейін етімізді салып жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне пиязды салып, пиязымыз өлгенше екеуін тағы да жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне майдалап туралған сәбізімізді салып, тағы да 1-2 минут қуырып жібереміз. Сәбіз, картошканы өздеріңіз қалағандай етіп турай берсеңіздер болады. Оның үстінен жарты ас қасық томатпен жарты помидорымызды майдалап турап салып, екеуін тағы да 1-2 минутты қуырып аламыз. Оның үстіне суымызды құйып, астын қатты отқа шығарып, 15-20 минутта қайнатып аламыз. Кішкене қайнап болғаннан кейін үстінен картошкамызды, тұзымызды және де өзімізге ұнайтын дәмдеуіштерді сепсеңіздер болады. Мен универсальный приправасын сеуіп, бетін жауып, баяу отта 1-1,5 сағаттай қайнатып аламыз. 200 грамм ұнымызға жарты ас қасық тұз қосып, кішкене араластырамыз да, оның үстіне 1 жұмыртқаны жарып, және де жарты бокал суымызды аз-аздан құя отыра, болса қасықпен араластыра отыра, қамыр илейміз. Ешқандай артық ұнды қажет етпейді, осылайша қолмен жақсылап қаттылау қамыр етіп илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды салафанға салып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыз тынғаннан кейін бізге жаюға оңай болады. Осылай кішкене қолмен басып, жақсылап ұн сеуе отыра, оқтаудың көмегімен жақсылап жайып аламыз. Кішкене жайғаннан кейін оқтайға осылай орай отырып, ортасына қатты салмақ салмастан шеттерінен ғана басып отырып, қамырды дөңгелек әдемілеп жайып аламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін дәл осылай стол үстінде 10 минутқа қалдырамыз. Кейіннен кішкене қамырымыз қатады. Сол кезде үстіне осылай азғантай ұн сеуіп, оқтайға қысып емес, жайлап қана орайтын боламыз. Және де ақырында осылай үстел үстіне түсіріп аламыз. Кеспемізді тақтайдың үстіне қойып, осылай барынша жұқалау етіп жаямыз. Сіздерге егер кішкене қалыңдау ұнайтын болса, қалыңдау қылып кесе берсеңіздер де болады. Міне біздің кеспелеріміздің арасы ешқалайда жабыспайды. Суға салған кезде де осылайша дана-дана болып, әдемі болып пісетін болады. Қайнап тұрған көжелеріміздің үстінен осы кеспелерімізді салып, газдың астын қатты шығарып, дәл осы күйде пісіріп аламыз. 5 минутта біздің осы кеспелеріміз дайын болып пісіп әдемі болады. Біздің кеспелеріміз піскеннен кейін осылай кішкене ұлғаятын болады.
осылайша бетіне аз-көк сеуіп отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге видеом ұнаған болатын болса, лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің достарыңызбен интернет, WhatsApp желілерінде бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.